Қазақстан Республикасының Нұрсұлтан Назарбаев президент алғашқы бүткіл қазақты жан-жақтан шақырды. Мен жындықты анам қазақ қой, енді қалпаққа тиген, мені туған, сөйтіп осында келген көшіп. Енді осында көшіп келген документтерді жасата алмай алаяқтарға алданып, Есік қаласының кембісіне барып көмек сұрасақ, Есік қаласының кембі қызметкерлері жасырын түрде адам саудасын, бала саудасын, қыз саудасын жасайды екен. Сол үшін бұлар біреудің семьясын бұзады екен. Маған күйеуімді қарсы қойып, күйеуімді маған қарсы қойып, сөйтіп отбасымды бұзды. Еңбекші Қазақ Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданы Есік қаласы 2017 жыл бастығы Талғат, көмекшісі Әділ, азаматтық әперем деп 360 мың теңге ақшамды алады. 360 мың теңге ақшамды миграцияға бердім, документтеріңді жинау үшін дейді. 2024 жыл азаматтық шығады дейді, шығармайды. 2016 жыл баламды машинаға алып кетіп еді. Сен жүгірмей-ақ қой, жарайды, балаңмен қиналып қап деді. Сөйтіп мен оған сеніп ақшамды бердім. Сөйтсем бұл сүмелек мені жасырын түрде алдап Талдықорған қаласына апармақшы екен. Талдықорған қаласының кембі қызметкерлері, Талдықорғанның сотында істейтін адамдар, Есік қаласының сотта істейтін Сыдықов Ержан деген қап-қара түрі, Жанар деген 2020 жыл бастығы Арыстан, бәрі менің ізіме түсіп алып, мені подставить етпекші болды. Себебі мен өз ақшамды кембі Әділден сұрағаным үшін мені подстава жасамақшы болды. Сол 360 мың теңгені қайтарғысы келмей, Әділ менің атымды қаралау үшін ол жынды псих айта береді депті. Өзі псих Әділдің. Жетім әйелдің ақшасын жейді, біреудің семьясын бұзады, семьясын құртады, оның туған балдарына таласады, балдарын тартып алады, еще адамдарына айтқызады. Гүлбахарана Өзбекстанға барса да, Өзбекстанның кембісін ізіне салып, өлтірткіземін, тірі жүргізбеймін. Қазақстанда бір байға тие алмайды, өлтіртем депті. Кім екен ол мені байға тигізбейтін? Мен Үтебек Олан деген жігітім бар. Мен соған тиемін байға. Не істеп аласың? Қолыңнан болып келе ма? Істегенін істеп ал, ғани көрейік. Сен жаңағы президенттен мықты емес шығарсың. Кембі болсаң өзің кембісің, маған кембі емессің. Жеген ішкен қара тамағыңның ақшасын қайтар қазір. 360 мың теңге ақшамды, ұятсыз. Ол аздай мен ажырасып кеткен күйеуіме алимент қарызды төлеткізбей отыр. Есті ашып беріп, табысын жеп жатыр. Через Қалпақ Асқар 1961 жыл Досымбек Мұратбай үйіне продукт апарады. Талғардың полициясы, бастығы, бәрі бірге бұлар сыбайлас болып менің ізіме түсіп, менің ұлымды